Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді, қатпарлы болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепті пайдаланып жүргеніме 4 жылдан асты. Өте дәмді, қытырлақ, жұмсақ болып шығады. Ендеше менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен ұн саламыз. Суға тұз салып, араластырып, оның үстінен құйып қамыр илейміз. Шамамен 5 минутта илейміз. Пакетке салып 20 минутқа қойып қоямыз. Жиырма минуттан кейін қайтадан илеп, қайтадан пакетке салып қоямыз 10 минутқа. Сонда қамырдың июі қанып, өте жақсы жайылатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыр осындай тынық, әдемі болып шығады. Қамырды жаямыз. Қамырды жайып болдық. Енді үстінен ертілген сармайды жағып ораймыз. Сармайды ерткен кезде, сармай толық ерген соң 1-2 минутқа қайнатып жібересіздер. Сонда сармайдың бойындағы артық суы кетеді. Сонда самса қатпарлы, әдемі болып шығатын болады. Қамырды орап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет қажет, пияз, картоп қажет болады. Турап саламыз. Тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Самса бірдей болып шығу үшін осылай таразыға өлшеп алсаңыздар болады. Менде 30-35 грамм аралықтарда бөліп алдым. Қамырды жайып, арасына салмасын салып түйеміз. Бетіне жұмыртқасын жағып пешке жібереміз. Пешті алдын ала қыздырып алыңыздар. 200 градуста шамамен 30-40 минут шамасында пісіп шығады. Міне пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.